Елестетіңізші, сіздің өміріңіздегі ең маңызды күн. Сіз көпшіліктің алдына шығып, сөз сөйлеу керексіз. Міне, көпшіліктің алдына шықтыңыз, микрофонды қолыңызға алдыңыз, енді сөйлейін дегенде, тіліңіз мүдіріп, кекештеніп қалдыңыз. Түкірігіңіз шашырап, сасып, салбырап, қобалжып кеттіңіз. Не дейді? Ивай, қой айналайын. Ондай сәтті елестеткім де келмейді. Қой. Әрине, ешкім өмірде ондай ыңғайсыз ситуацияға түскісі келмейді. Бірақ қасақана дәл сондай сәттерді видеоға түсіріп, таратып жібереді емес пе? Сол видеоға түсірген адамдардың артынан тәпішкемен қуып, видеоны өшір деп сұрап жүргенше, өзіңізді сондай ыңғайсыз ситуацияларда алып шығуды үйреніңіз. Ал үйрететін адам міне алдарыңызда тұр. Сәлем, менің есімім Мадина. Мен актриса әрі педагогпын. Бұл менің 9-шы сабағым. Егер сіз бұған дейінгі 8 сабақты көрмеген болсаңыз, міндетті түрде көріп шығыңыз. Бүгінгі 9-шы сабақта мүкістенбей, мүдірмей, кекештенбей сөйлеудің әдіс тәсілдерін үйренетін боламыз. Осы жерде бір фактты айта кетейін. Әдетте өмірде мүдіріп, мүкістеніп, кекештеніп сөйлейтін адамдар жаңылтпашты жылдам айта алмайды. Ал сіз ше? Енді сіздерді одан әрі қорқыта бермей, қалай мүкістенбей, кекештенбей, мүдірмей, түкірігіміз шашырамай анық сөйлеуге болады. Соған тоқталайық. Сөйлеу барысында кекештеніп, мүдіріп қалудың бірнеше себептері бар. Мен сіздерге қазір 2 себебін айтайын. Бірінші себебі ол адамның артикуляциясы, ауыз қуысы, дикциясы дұрыс жұмыс жасамайды. Осы жерде айта кетейін, менің осыған дейінгі сабақтарымның ішінде дәл артикуляция, дикцияға арналған ақпараттар бар. Соны бірінші көріп алыңыз. Ал екінші себебі сөйлемдердің арасында кездесетін қырсық әріптердің ықпалынан. Ивай, айналайын-ау, жаным-ау, жапырағым-ау, не деп кетті мынау? Қырсық әріптер деген не? Қырсық әріптер дегеніміз дауыссыз дыбыстардың қатар келуі. Енді логикалық тұрғыдан ой түйіңіз. Демек, сөздердің арасындағы дауыссыз дыбыстарды анық, таза айтатын болсақ, демек, біздің мүдіруіміздің коэффициенті 0-ге тең. Дауыссыз дыбыстарды анық айту үшін мен сізге қазір бірнеше таблица беретін боламын. Менімен бірге дауысыңызды шығарып, анық, таза айтып қайталап отырыңыз. Ендеше кеттік. Кыппыти, кыппытте, кыппытта, кыппытто, кыппытту, кыппытты. Гбди, гбде, гбда, гбдо, гбду, гбд. Жыздыри, жыздырье, жыздыра, жыздыро, жыздыру, жыздыры. Пыттыки, пыттыке, пыттыка, пыттыко, пыттыку. Ей, айналайын, сен бала, иә, сен. Жыздыри, жыздыре, жыздыра, жыздыро, кыпти, кыпта деп отыра бермей, дәл қазір каналға тіркеліп, қоңырауды қосып, поделиться етіп, жақсы комментарий жазып кет, жарай ма? Өзін тексерем. Фыккти, фыккте, фыккта, фыккто, фыккту, фыккты.
вдги, вдге, вдга, вдго, вдгу, вдг. Жиши, жеше, жаша, жошо, жушу, жышы. Достар, бір нәрсені анық түсініңіздер. Бұл жаттығуларды, бұл таблицаларды бір рет айтқаннан ештеңе өзгермейді. Егер сіз сауатты, таза, әдемі, мүдірмей, кекештенбей сөйлегіңіз келсе, осы таблицаларды, осы жаттығулардың барлығын күнделікті өзіңіздің әдетіңізге айналдырыңыз. Одан кейін тағы да бір тәсілді беремін. Кез келген кітапты аласыз, кез келген бетін ашасыз, текстің ішіндегі тек қана дауыссыз дыбыстарды оқып шығасыз. Мысалы, жылы рымызының к-мызыды, қысы, қынытықыды, қытыры, рытытпы, жыныныты. Өте күлкілі естіледі. Бұл жаттығуды көңіл күйіңіз болмаған кезде жасасаңыз тіпті керемет. Міне достар, сонымен бүгінгі сабағымызда тәмам. Осы сабақта берілген таблицаларды дәптерге жазып алып, күнделікті 5-6 реттен қайталап оқып жүріңіз. Аман болыңыз, еркін сөйлеңіз.